Телефон. Запись идет, она, ты когда хочешь, можешь говорить. Bir köpten oyumda жүрүкші еді. Біз талай жақсыларды көрдік. Ұлылардың соңында көрдік. Біраздан тәлім алдық. Оқыдық. Енді кейде ойланасың. Солардан естігенімізде, көргенімізде, өзімнің де өмірден түйгендерімді кейбіреуін әңгіме қылып айтып, ұрпақпен, қазіргі замандастармен, жастармен бөліссем бе деген ойым бар. Сонан бүгін сәті түсіп отыр, Құда қаласа. Бүгін бір Алла біледі, қаншалықты әңгіме болатынын. Айта берсе сөз көп қой, бірақ мен сол көргендерімді, асылдарды, мен баяғыда бір кітап жазғам, асылдарым деген. Сол асылдарымды кейде шарқырып іздегендей боламын. Қайдасыңдар ағаларым деп. Бәрі өтті дүниеден. Іздесең де таппайсың, енді соны шарқырып. Адам өзі бірінің қадірін, бірін тіршілікте білген жақсы екен. Артынан шарқырсаң да табылмайды солар. Солардың әңгімесі қандай еді, бір байтақ. Адам бір шерін тарқататын, сосын кейін тонып тұрған шетінен тарих болушы еді. Соның енді ар жағы ескі біздің әдебиетімізден бастап тасқа жазылған, соған бергі Әбішке дейін, Кекілбаевқа дейін екі ортадан алсаң, қазақ өнерінің, оның әдебиетінің қаншалықты терең екендігін, байтаң екендігін сезінесің. Мен мәселен Жамбылды көргенім жоқ. Бірақ мен туғанда Жамбыл тіреді. Мен Жамбылды кейін таныдым. Және танығанда Жамбылдың мұрасын зерттеген адамдардың бірімін. Біздің өзі бір замандарда, баяғы Совет заманы дейміз ғой, сол заманда біздің әдебиетіміздің бәрін жоқ қылып, мәдениетіміздің бәрін жоқ қылып, әдет салт дәстүріміздің бәрін мансұқ өткен кезеңдер болды. Оны біз өмірден жақсы білеміз. Мәселен, дариядай тасыған, теңіздей толқыған, мұхиттай шалқыған қазақ поэзиясының ішінде үлкен бір саласы эпостар. Дүние жүзінде бір эпос тудырған халық көп емес. 4-5 ғана. Соның біреуі қазақ. Байтақ эпостарымыздан біз баяғы мектепте оқыған кезде жалғыз Қамбар Батырды оқытатын. Біз бала кезімізде ауыз екі естігеніміз болмаса, ағаларымыздан сол дастандарды оқып жұртқа аңыз қылып айтатын ағалар болған. Солар болмаса біз мектепте оқығанымыз жоқ. Мәселен, Қобыланды Батырды естіп жүрдік, Алпамыс Батырды естейтінбіз, Қыз Жібекті естейтінбіз, Қозы Көрпеш Баян Сұлуды естейтінбіз, Мұңлық Зарлықты естейтінбіз. Соның бәрін естіп жүретінбіз, бірақ ол әдебиет оқулығында болмаушы еді. Неге? Жалғыз Қамбар Батыр болатын, батырлар жырынан. Себебі Қамбар Батыр сол кедейден шыққан, өзінің 90 баулы қыпшағын аңшылықпен асыраған батыр. Қалғандарының бәрі байдың тұқымы, онда аталатын қыздар да байдың тұқымы. Сондықтан бұның бәрі халыққа жат деп есептелді. Мәселен, сол қырғыз халқының да тарихы сол болды, тағдыры. Бүкіл дүниежүзілік
атақты эпостардың қатарындағы Манас ол кезде халыққа жат болды. Мен есімде баяғыда сол мұқан бізге сабақ беріп жүрді, өз сонда оқыс айтатын еді, бәлі осы дүние жүзіндегі байтақ эпос Илиадымен әдесе дейді жұрт. Сөз болғаныңа Манасқа жететін жер жоқ. Манас байтақ эпос. Манасқа сіңірген қазақ ақындарында еңбегі аз емес деуші еді жарықтық. Сонда мен дейді Ленинград университетінде аспирантурада оқып жүргенімде мен сол 3 жылдың ішінде Манасты зорға оқып тауыстым дейді ғой. Соның жаңағы кейіннен де оқысы Манасты зерттеген адам ғой. Сонда Манасшылардың көбін көрдім дейді ғой. Мен өз басым Саяқбай Қаралаевты көрдім. Манасшының ең соңғы ұлы Манасшылардың бірі. Саяқбай Қаралаев мына мойлау мұрты беліне түскен өз мығым батыр сияқты төрт баққысы екен. Баяғыда біз 57 жылы университетте оқып жүргенімізде әуезов қырғыз жазушыларын әкеп кездесу өткізді. Сол кезде Саяқбай Қаралаев бірге келді. Сонда мұқан отырып, мінекей мен Манасшылардың талайын көзім көрді. Солардың ең соңғы іздегеннің бірі осы мына Саяқбай Қаралаев бүгін алдарыңда отыр. Қазір Манастан үзінді айтқызайық деді. Сосын үзінді айтқыз, сонда ана кісі асында орындықты атқа мініп, сахнаны шарлап, ана бұрышынан мына бұрышына шығып, Манасты айтайын. Біз ол кезде жастауымыз ғой, сосын жырлаған кезде оның бәрін ұғына бермейсің қырғыздың тілін. Сонда ұзақ айтты бір кезде. Мұқан орнынан тұрып әуезіп, Саяқбай, болды енді Саяқбай, жетеді енді. Жетеді осыған рахмет, тәңір жарылқасын десе. Тоқтамайды ана кісі, тоқтамайды. Ай Саяқбай, бәріміз риза болып жатырмыз, жетеді осыны тоқтай қойса тоқтамайды. Сонда мұқан есімде бір айтқан сөзім. Бір тиын беріп жырлатып, 1000 тиын беріп қойдыра алмады дегенің кері осы мінекей. Деп Саяқбайдың қасына барып, қолтығынан жетектеп әкеп отырғызды орын. Есімде сол. Ал Құдайға тәуба, енді жаңа бас жағында айттым ғой, бізде аз көргеніміз жоқ, Құдайға шүкір. Көрдік, біразын білдік. Сол Манас туралы әңгімені аңыздай қылып айтатын әуезовті көрдік. Әуезовтен сабақ алдық. Біз ол кісі бізге мен оқыған курсқа, бірінші курста қазақ халқының ауыз әдебиетінен сабақ берді. Екінші курстың бірінші семестрінде Манастану дейтін арнайы курстан, екінші семестрінде абайтану курсынан сабақ берді. Үшінші курста ыстыр халықтар әдебиет дейтін курс болады, содан берді. Сол университетте біз оқыған курстай сондай бір сәтті, бақытты курс болған жоқ деп ойлаймын. Әуезов бізден басқа бір курсқа сонша жыл сабақ берген емес. Телегей теңіз, өз бір жай бір орнынан қозғалып кету өте қиын еді. Ыңыранып, әр ойларды шашырап кетеді, оны ойларды есіне түсіріп, сөйтіп отырып барып бір пойыз сияқты зулап, сосын кетуші еді, тоқтамай, жарықтық. Сонда есімде бір айтқан сөзі, мұна өзі қызық қой, Манасшылардың талайымен кездесіп, әңгімелестім, сөйлестім. Енді солардан сұрайым ғой, бұнша жырды жатқа айту мүмкін емес қой, бұны қайдан білесіз деп сұрайым дейді. Сонда олар
Манас ұйықтап атқанымда түсіме кірді. Тұр орныңнан, мені жырлайсың деді. Орнымнан тұрсам, Манас көкейімде сайрап тұр екен, содан бері жырлай бастадым дейді. Сонда Мұқан айтатын еді. Бұлай қарасаң, аңыз сияқты. Ал шындық осы, бәрі осыны айтады. Сенбеске амалың жоқ деуші еді жарықтық. Сол мәселен жаңағы Совет одағында жаңағы партиялық тұрғыдан көзқарас қой біз сорлатқан. Тапқа бөлік жіктеу халықты. Соның кесірінен мәселен Қырғыздың Манасы да халыққа жау шығарма болып есептелді. Кейін 1952 жылы бүгінгі Бішкек қой, сол қырғыздардың астанасы Фрунзе қаласында халықаралық үлкен конференция өтіп, Жарықтың Мұқан сонда баяндама жасап, қырғыз халқының Манас дейтін, сонымен бүкіл адамзаттың ұлы эпосы Манасты сақтап қалды. Сөйтіп, оны халықтық эпос екенін дәлелдеді. Содан бері Манастың да бағашылғаны мен есімде. Енді Мұқан Жарықтық бір рет келгенде тағы ойыма түссе айтармын. Мен бір күн сабағында, аға, сіз Абайды көрдіңіз бе деп сұрадым. Бәлі көрмегенде ше, көрдім мен Абайды. Мені әжем қолымнан жетектеп, ауылымыз көршет, қолымнан жетектеп алып жүр. Сәлем бер Абайға деп мені ертіп барды. Абай сәлемдесті әжем, сонымен Абай өз киіз үйдің ортасында төрде дөңгелек үстелдің басында отырды. Әжем жанына жақындап отырып, екеуі ұзақ сөйлесті, әңгімелесті. Мен әбден ішім пысып кетті. Содан бірге әже жүр қайтамыз деп мен қыңқылдай бердім дейді. Сөйтсе бана Абай дейді. Ай бала, сен тентек екенсің ғой өзің деп айтты дейді. Менің Абайды көргенім де алдарту осы. Кейін енді Абай жайында роман жаздым, оны өздерің жақсы білесіңдер дейді оны Жарықтық. Мен өміріме риза адамдардың бірімін. Менің жолым болды. Осы университетті бітірдім 60-шы жылы. Сол жылы көктемде Жазушылар одағының, Қазақстан Жазушылар одағының драматургияға арналған пленум өтті. Сол пленумда мен сөз сөйледім. Алдын ала сол баяндама жасайым деп тілегімді білдіріп ем. Сол кезде басқарып отқан, Жазушылар одағын басқарып отқан ағаларымызға рахмет, маған сөз берді. Мен 5-ші курстың студентімін. Онда бір сол жылы Ғабит Мүсірепов ағамыздың «Сен қайтер едің» дейтін бір пьесасы жүріп жатты. Сол пьеса түкке тұрмайтын пьеса. Біз қазақ жігіттері намыстанып, қазақтың мәселен Ақан Сері, Қозы Көрпеш, Баян Сұлу сияқты классикалық драматургиялық шығармаларды берген Ғабит ағамыздың анандай пьеса жазғанына сенер-сенбесімізді білмей, бәріміз дал болғанбыз. Бәріміз талпынып жүрген әдебиетшіміз сол кезде. Сонан тіпті біз қызғандық осы. Керек болатын болса қазақ жастары сол пьесаны Ғабит Мүсіреповтен қызғандық өзі. Ол бір сол кезде бір «Известия» газетінің Қазақстандағы тілшісі біреу істегенмен бірігіп жазған, көтірмайтын бір очерктен аспайтын мазмұн, сондай бір оқиғаны негізгі алғанда сонымен біз қатты намыстанып жүрдік. Сол жолы кеп мен сөзімде сынамайын ба? Мұқан төрде отырды, президиумде. Қасында Афанасий Солынский дейтін
Мәскеуден келген драматург отырды. Ол сол кезде сондай бір тәртіп болатын. Қазақстан республика жалпы одақтас республикалар бір жиын өткізсе, соның қылқиып Мәскеуден біреу жіберетін, соны қарап отыратын. Сондай бір кісі ғой, бірақ сол жылдары Афанасий Солынскийдің оптимистический трагедия дейтін драмасы қойылып, бүкіл Совет одағында даңқ аспанға шығып жатқан кез еді. Мен енді Айшаға қарағам жоқ, жаспын ғой, университет бітірейін деп жатқан кезім. Сол алдымда сынадым, жаңа Ғабит ағаны естіп. Залда ағаймен сығай отыр. Бірақ Ғабит ағамыз жоқ. Бір кезде қарасам, залдың ар жағындағы шеткесігінен керіліп, созылып, сері адам еді ғой қыз. Керіліп, созылып, Ғабит аға кіріп келе жатыр екен. Алдында мен сөйлеп тұрмын, дауысын естіп отырмын. Серке Қожамқұлов ағамыз, әлі табанына шоқ баспаған бала ғой деп, осындай сөздер айтылып атты маған. Батыл пікірлерімді кішкене мен аяды ма, сондай ойлар болды. Керіліп созып, Ғабит ағамыз кіріп келе жатқанда не дерін білмей сасып қалдым. Мінбеде тұрмын сөйлеп. Сол кішкене есім жиып алдым да ары қарай жалғастыра бердім. Сонда мен сезіп отырдым, Мұхтар Әуезов Афанасий Солынскийге мен сөйлеген сөзімді аударып отырды. Сосын Ғабең өзі қайда отыратынын біледі, ол қызды жайлап келіп өзі президентке отырды. Төрге шығып. Сосын кішкене қайталаңқырап айттым, аға, Ғабит ағаға қарап, аға, сіз қазақтың маңдайына біткен ұлы жазушысыз, ұлы драматургсыз. Сіз қазаққа ақан серіні бердіңіз, қоз көрпеш баян сұлуды бердіңіз, аңыздай қылып. Сен қайтер едің деген пьесаны сіз қалай осыны жаздыңыз, осыны қалай театрда қойдырдыңыз. Біз намыстан жыртылып жүрміз осы деп кішкене ағаны да жібітіп қойдым. Сол отырып сол жолы бірдеңе себепші деген сол жолы неге енді үзіліс жарияланды. Үзіліс жарияланғаннан кейін жұрттың бәрі фойеге шығып жатыр, мен де шығып ем. Сөйтсем жарықтық Ахмет Жұбанов ағамыз қасында бір топ кісі бар. Ұлы қайраткер ғой қазақтың. Бәрі жиналып әңгіме қылып тұр екен. Сосын мен өтіп бара жатыр едім. Мырзатай шырақ, сен бері соға кетші деді. Өз бір көз көрмейтін, бірақ со жағын көрсеткісі келмей, былай қарап тұрып сөйлейтін адам еді. Келіп жақсы сөйледің деді ма. Ал енді бірақ сен армияда болған жоқсың ғой, деді. Жоқ аға, болғаным жоқ дедім. Армияда болмасаң, армияда миномет деген қару болады. Пулемет деген қару болады. Пулемет деген қару өзінің жауын атқанда, олана жау оны көріп тұрады, қайдан атып атқанын. А миномет деген ол таудың ар жағынан жатып, мына жағына асырып атады. Оны кім атып атқанын ажырату өте қиын, білмейді оны. Сен бүгін пулемет болдың деді. Жаңадан оқып бітірейін деп жатыр екенсің ғой университет. Абай бол шырағым деді. Мынау әдебиетке, қазақ тарихын еңбек сіңген ағаларың жүр осында. Әртүрлі пікір айтып жатыр. Мына бала артық кетті ғой, артығырақ кетті ғой деп жатыр. Бірақ сонша артық кеткен ештеңе жоқ. Дей тұрған менен әдеп сақтап және абайлап сөйледі. Қатты қысылып қалдым мен. Жо аға мен ойымды айттым, шыны соғой дедім. Сөйтіп тұрғанымда марқұм қайтыс болып кеткен, ертерек кетіп қалды өмірден. Бек Тоғысбаев дейтін жазушы бар еді. Сол Бек мені іздеп жүр екен. Келді, Мырзатай, сен ана Мұқан шақырып жатыр деді. Әуезов шақырып жатыр екен мені.
жарайды барайын деп екінші этажда Жазушылар одағының төрағасының кабинетінде отыр екен. Кіріп сосын кіріп едім. Кел, Мырзатай Шырақ, кел отыр. Жақсы сөйледің деді маған. Өте әділ сөйледің. Біз енді сендерге сабақ бергенде оқытқан осындай болсын, әділ болсын, әдебиетті шынын айтсын деп оқыттық. Өте сөзің жақсы болды деп мақтап мен. Сол сен биыл бітіресің ғой деді. Аға биыл құда қаласа бітірем деп. Қайда барайын деп жатсың деді. Аға біз биыл әйтеуір мынау комсомол ұйымы ұран тастап жастар Теміртауға барайық деп сөйтіп жатыр. Бізде бүкіл тобымызбен, курсымызбен жазылдық. Теміртауға барамыз деп жатырмыз дедім. Ана кісі түтігіп кетті қап-қарау. Бәлі, Теміртау емес. Ол темір балқытаттардың істейтін жұмыс емес па? Сен әдебиетші емессің ба? Осы кейде мен таң қаламын. Мына біздің бірталай жастар өзі мына кейде алған білімін құм құйған су сияқты өзі іссіз қалдырады. Сен бұл дұрыс емес бұның деді. Сен әдебиетші болуың керек деп. Ол енді бүкіл жастар сол шешіп атқаннан кейін мен де соның ішінде қосылдым дедім. Сөйтті да. Ал саған ұсыныс болмады ма мұны университетте қалу туралы деді. Жоқ аға, ондай әңгіме болған жоқ дедім. Сөйтіп едім, ана Жазушылар одағының бастығының секретарын шақырып алды да хатшысын. Мені университеттің ректоры, ол кезде жалғыз университет. Университеттің ректоры менен қосшы маған телефонға, жалғаш деді. Құдайдың берген абыройы ғой. Ана кісі дәл кабинетінде болып шықты. Сөйтті да қосып жалғайын мен сізді аға деп, сосын жалғады бір кезде. Темір Байбосынович деп, ректордың ат жөнін бәрін біледі екен. Ол кісі биологиядан үлкен маман еді. Темір Тарханбаев дейтін ағамыз. Жалғыз Казгу дейді ол кезде университет, жалғыз университет. Соның ректоры. Соның академик болады. Қазақстан ғылым академиясының академик. Темір Байбосынович, мен мына пленумдамын. Жазушылар одағының. Осы жерде біздің университеттен биыл бітіретін студентіміз Мырзатай Жолдасбеков сөз сөйледі. Өте жақсы сөйледі. Шынын айтты, әділін айтты. Ал енді осы жаңа сөйлессем, Теміртауға кетеміз дейді. Бұл Теміртауда не шаруасы бар бұлардың? Бұл жақсы әдебиетші болады келешекте. Осын сен университетте қалдыра аласың ба деді. Ана кісі жоқ деп айта алмады. Болды, қалдырамыз ол деді. Сөйтіп онда саған қашан жолықсын деді. Ертең сағат 11-де келсін деді. Мен таң болдым, табан астында мынандай бет бұрыс болғаннан. Сосын ертеңін 11-де барсам, шықырын көтере береді екен жарықты бейтіп. Сөйтті да айтты, мен сол кеше Мұхтар Омарханович телефон соққаннан бері іздеп сөйтіп жатырмын, толық бір штаттан единица табылмады деді. Әзірше бір жарты жылдай ма, жарты оқу жылындай жарты ставкаға істей тұрасың. Оның өзінде басқа бір факультеттен мамандықтан алдым деді. Мен енді оның мен ассистенттік қой енді, ассистент ол кезде білем, ассистенттің алатын айлығы 105 рубль болатын. Сонда менікі 52 сом 50 тиын болайын деп тұр ғой. Мен ол кезде үйленіп қалғанмын, семьям бар. Ол қалай асырайым семьяны, ондай ой жоқ. Бірақ ана университетте қалдырам деп әуезовтің айтқан сөзін өтіп маған бір үлкен күш берді маған. Сөйтіп мен жарайды аға деп жаңа ректор ағамызға айттым, жарайды мен істей берем деп. Сонымен мен жарты жылдай, оқу жылдай
ассистенттің жарты ставкасында істедім. Келесі жарты жылдықта мені толық ставкаға айырбастады. Мына Жақыстан шарапат деген жарықтық Мұқаңның маған бір жасаған жақсылығы сол. Кейін мен де университетте бітірдім, сабақ беріп жүрмін. Әуезов те сабақ береді ол кезде. Сонда Мұқаңменен мен сабақ беретін уақытым бір мезгілде сәйкес келіп тұрды. Таңертең 11:30-да лекциямыз бірдей басталатын еді. Енді әруақ риза болсын, жарықтықтың қазір ондай кісілерменен араласпақ түгілі, дәмдес болмақ түгіл, бір ауыз жыл сөзін естудің өзі менің бізге үлкен бақыт деп есептеймін. Кейін бір кафедрада қызмет істейміз. Мен жаңағы адамның кішісі иттің күшігі деген сияқты ағаларымыз бәрі жиналады, қыстас жаңа соғым басын береді. Біз қайда соғым соймаймыз ол кезде. Қайдан соясы соғымызды? Сол ағаларымыз соғым басына шақырады, мен де тастамайды. Біз сол соғым басына Мәрия екеуміз баратынбыз. Әңгімелерін тыңдаймыз, кейде әзілдесіп, қатты қаржындасып атады. Сонда Мұқаңды мен Бейсенбай Кенжебаев ағаның үйіндегі соғым басында көрдім тағы да. Кейін біраз уақыт бұлай танып білісіп жүрдік. Бұл кезде біздің қазақ әдебиет кафедрасының басшысы Мәстура Ғайсақызы Сармурзина деген апамыз еді. Ол апамыздың әкесі Ғайса Сармурзин дейтін кісі 25 жыл мен туып өскен облысымда, Жамбыл облысында Еңбек ту дейтін газеттің редакторы болған. Содан біз енді сосын ол үйде апай қайтыс болғаннан кейін Мәрия аяғынан тік тұрып қызмет жасады. Мен де аянғаным жоқ. Содан тіпті жақын болып кеттік. Мәскен апай менің диплом жұмысым жетекшісі болды оның үстіне. Соның бір кісінің баласындай болып аралас-құралас болып жүрді. Сонда көпшіл адам еді Мәскен апай. Әруағыңнан айналайын. Сонда не қылатын? Сен кел қызмет жасайсың деп ана Мұхтар ағамыз Әуезов Қайсағаның үйіне келетін. Екеуі дос. Кейін отырып, екеуі карта ойнайтын. Карта ойнағанда ана кісінің мен Мұқаңға қатты айтып қалғанын естідім бір-екі рет. Ана ұтыла берді ғой деймін, Қайса ағамыз ұтыла берді, сосын кейін. Не? Сен менің бүгін қаным іштің деп. Жаман сөз ғой бұл қазақта. Сен бүгін менің Мұқа қаным іштің деп сөйтіп қалды. Мен ішімнен ойладым, мына кісі артық айтты деп. Сонда Мұқаң, Қайса, мен саған бір сөз айтайын деді. Иә. Баяғыда Абай Ербол екеуі дойбы ойнайды екен. Дойбы ойнап Абай ұта береді екен. Сол кезде Абай, ұта бердің ғой сен мені бүгін десе, бұл ақыл бардың ойыны ғой, ақылдының ойыны бұл деп ана кісі айтады екен Абай. Ал бір күндер ұтылады екен Абай. Сол кезде сен Абай ұтыла бердің ғой, не болды бүгін десе, бұл енді қолы бос жұмыстан қолы бос ақымақтың ойыны бұл деп айтады дейді. Сол айтпақшы, сен енді бүгін ұтыла бердің, сен енді ақымақ емессің ғой, бірақ келесіде ұтасың деп ана кісінің көңілін аулақ қоятын еді. Енді кейде есің аласың өткен күнді көрген қиындықтарды аз болған жоқ. 11 жыл біз Мәрия екеуміз пәтер іздеп сандалып жүрдік. Сол кезде қол ұшын берген ағаларым болды, асылдарым. Есмағамбет Исмайылов, Жарықтық. Мен Жамбылдан Көкшетау.
Құданың құдіреті сол кісілердің сондай қамқорлығына риза боламын да. Не деген асыл адамдар. Не деген асыл адамдар солар. Сонда мені іздеп жүретін олар сол кездің өзінде. Бір күні сабақ береміз ғой, мен де мұғаліммін, ол кезде оқытушымын. Есмағамбет ағаменен неде кездесіп қалдық коридорда. Мырза дейтін, қайда жүресің, іздесе табылмайсың деді. Соны байқамай аузымнан шығып кетті, аға, мен пәтер іздеп қаңғырам ғой дедім. Не oldu деп, мен пәтер іздеймін. Өзінің үйінде болған, үй жақсы, Абай Мир көшесінің бұрышында әдемі үйде тұратын жақсы. Сосын 1-2 күннен кейін мен шақырды үйіне. Барсам, менің жас үлкендеу әрине. Бір кісі отыр екен, тұнжырап отыр екен. Әңгімелер онша жараспаған ба деп өзім ішіме сескеніп қалдым. Сосын бір кезде өзі келді кабинетіне, Есмағамбет аға. Мүтәлләп деді, әлі күнге дейін сөз есімде. Мүтәлләп, сенің бар шауып шыққан жерің мектеп директоры. Сен енді Көкшетауда да директор болдың, мұнда да мектеп директорсың. Сен ауылға қайт. Сен тұрған үйіңді сен Мырзатайға бер. Біз осы Мырзатайдан үлкен әдебиетші болады деп үміт етіп отырмыз. Сен ренжімен маған деді. Ана кісі үндемей тұнжырап отырды. Жарайды аға деді. Сөйтсем кейін естідім. Мүтәлләп Нұртазин деген Есмағамбет ағаның туған жиені екен. Не деген құдірет бұл, не деген адамгершілік, не деген қамқорлық бұл. Шексіз қамқорлық. Сондықтан мен өзі маған сабақ берген өз алдына Жамбылдан Ағыл-тегіл, Жамбыл мұрасынан Ағыл-тегіл лекция оқушы еді. Ол өз алдына маған осы ағалық қамқорлығы қатты әсер етті оқыстым. Сөйтіп, оқысын жаңа пәтер бір әшейін бір айтудың өзді қиын. Картон қағаз болады, мына домалаң. Содан құрастырған үй екен. Сонда тұрдық біз. Кейін жатақханадан бөлме алғаннан кейін оны тастап біз көшіп кеттік неге жатақханаға. Жалғыз Есмағамбет аға емес, Әбділ ағаның халқымыздың атақты ақыны академик Мұхамеджан Қаратаев, Зейнолла Қабдолов, академик әрі жазушы арқалым, сол ағаларымызда қамқорлығын көп көрдік. Бейсенбай Кенжебаев аға, мен университет бітіргесін кейін мені көп айналдырды. Мырзатай, сен қолыңнан келеді. Біз енді көрші елдерді көріп отырсың ғой, мына татарлар, қырғыздарға дейін өзбектер босамаса, баяғы ертедегі ортақ дәуірде есептелетін сол дәуірдің әдебиетін бәрі өз әдебиеттерінің тарихына кіргізді. Оқытады оны мектептерде, жоғарғы оқу орындарында. Біз әлі күнге дейін осылар жат санап келе жатырмыз. Сен осын дәлелдеуің керек. Бұл бізге ешқандай жаттығы жоқ, ол шығармалардың. Тасқа жазылған, өшпестей болып, солар сен зерттеуің керек. Мен саған бір тақырып дайындап жүрмін. Көне түркі әдебиет мұралары және олардың қазақ әдебиетіне қатысы деген тақырып. Осы өте дұрыс болады. Бұның кейін арты жақсы болады. Басы қиындау болуы мүмкін деп бір күн ұсыныс жасап, мен сол тақырыпты алып кірісіп кеттім. Енді оның қайсы бірін айта бересің, мәселен
Мен бір сол тақырыптарды зерттеп, диссертация қорғап, оны бір кейін айтарым, диссертацияны қалай қорғадым, ахуал қандай болды о кездегі. Сол кезде маған жанашыр болған ағаларымның, асыл ағаларымның маған еткен сіңірген еңбегі бәрі көз алдымда. Ешқашан есімнен кетпейді ол. Әлкей ағаның Марғұлан академик. Ол кісі менің диссертация қорғағанда бірінші ресми төрешім болды. Официальный аппалент дейді ғой. Ақтарылып жарықтық. Қопарылып бір сөйлеген жадымда мен қорғауымда. Әбділда Тәжібаев ағамыз, ол кісі біздің ғылыми кеңестің мүшесі емес еді, бірақ мен қалмаймын, барам. Қорғауға қатысам деп ол кісі де келді. Таяғын сүйретіп жарықтық. Осы кісілерден естіген әңгімелерім аз болған жоқ. Жаңа алдында айттым ғой, мен Жамбылда Абайды көргенім жоқ, бірақ Жамбылды көрген, Абайды көрген кісілерді көрдік. Солардың бір қатарымен аралас қоралас болдық. Жамбылдың 40 жыл соңын ерген ізбасары болған, шәкірті болған, бізше бүгінше айтсақ, үзеңгілес серігі болған, өзінің інісі болған Жамбылдың, қазақтың ұлы ақыны, атаңызға айналған Кенен Әзірбаевты жақсы білдім. Кенен Әзірбаевпен мен 11 жыл араластым. Ол кісінің аузынан талай аңыздар, талай естеліктер жазып алдым. Қолымнан келген сол кезде, қазір бүгінгідей жұрттың бәрінің қалтасында ғой телефон, шығаратта жазып алады, ондай құрал жоқ. Бәрін жадымызда сақтап қағазға түсіріп отыратынбыз. Соның бәрін бірде үлгере алмайсың. Сол Кенекеңнен де естіген әңгімелеріміз аз болған жоқ. Байтақ әңгіме жарықтық. Сондай ойланып отырып, тереңнен толғаушы жарықтық. Мен енді ол кісінің баяғыда 90 жылдығына арнаған кітабын шығарғам. Сонда алық сөзімде Кенен туралы айтатын әңгімен бәрін айттым. Сол 1964 жылы мен де жас мұғаліммін, қазірдің оқытушысымын. Жарықтық. Отырғанбыз біз, емтихан алатын кезіміз, жаңа оқуға түсетіндерден. Жиналып отырғанбыз, сонда бір кезде Мұхамеджан Қаратаев ағамыз Кенен Әзірбаевты алып келіп, біз суретінен танимыз ғой, көрмегенбіз. Алып келді. Сол сәлемдес, бәріміз жапырлап, орнымыздан тұрып, Мұхан келден бар, оның үстіне. Сөйтіп жатырмыз, соны отырып, жайғасқаннан кейін, ал жігіттер деді, Қаратаев. Енді Кенекең бекер келген жоқ. Биыл Кенекең баласы оқып бітірді. Мектеп бітіріп, сол енді осында осы факультетке түсуді қалап отыр екен. Сендер Кенекең өтініші сол. Мен де соны сұрайын деп келдім. Сол балаға жәрдем беріңдер деді. Жұрттың бәрі дағдарып қалды. Сөйткен кезде кейін білдім, күйеу баласы екен, Тасыған деген жігіт, төрткенің күйеу. Соны жіберді де домбырамды алып кеш деді. Домбырасын алып келді, сонда тұңғыш рет, сол 80-ге шығатын кезі. Сонда
Sonra әлім мен сөзін сөйледі бірінші рет орындады. Шықтым биыл 80-ге, тайыр өтем тепсенге, екі келін тумайды, Алатауға ексеңде, деп жылаған есімде. Сосын жұрт үндемей қалды. Мен енді бір жағы Жамбылдық қой, біліп отырмын ғой Жамбылдық. Жамбылдық Қордай ауданынан. Сосын мұқа дедім, аға, енді қолымыздан келмей қалса ренжімейсіз, бірақ біз қолымыздан келгенін бәрін жасайық. Бұл кісі мұқаның алдында айтты. Бұл енді баласы әдебиетші болар болмас, бірақ Кененің баласы ғой ол. Деп, сосын мен аға дедім, қолымыздан келген жасаймыз енді, деп. Сөйтіп сендіріп жібердік. Сосын бір-екі күннен кейін емтихан басталды. Емтихан басталды, шығарма жазылды қазақ әдебиетінен. Бір-бірімізден сұраймыз ғой. Ана Кенекеңнің баласының аты жөні кім еді деп. Масқара, бір адам білмейді. Сұрамаппыз ғой. Аты кім, фамилиясы кім деп. Сосын енді ойладық қой. Кененов болуы мүмкін, Әзірбаев болуы мүмкін. Шарқ ұрып шығармалардан соны іздейміз. Біреу де жоқ. Сосын енді мен өзім мойным алып қалғандай болдым ғой. Сосын мен есім шығып кетті қоймай мынау. Мынау уәдеде тұрмадық қой бұл. Қиын болды ғой деп. Содан Кененбаев деген біреу шықты. Ырым Кененбаев деген. Соны жасыратын мен алдым да қарап тексеріп әжептеуір екен өзде. Мен 5-ті қойып жібердім. Кейін сол Ырым Кененбаев белгілі Қазақстанда журналист болды. Қазіргі Жетісу облысы бұрынғы Талдықорған. Соның Жетісу деген колхозынан екен. Өте белгілі журналист болды өзі. Осы бірер жыл болды қайтыс болып кетті, жарықтық. Және ол естіген біледі оның тарихын. Соны жоқ, сосын енді шарқырып іздегенде не болады енді? Болар болды ғой деп отырдық. Сосын бірге ертеңіне ана бағалар ілінеді ғой. Төрткен Кененнің қызы тізімде көріп, сөйтсе інісі екі алып шығар бұны. Масқара маған айтады, Мырзатай масқара болдық. Ана Бақытжан екі алып дедіп. Сол кезде атын естідік, Бақытжан екен. Бұның фамилиясы басқа екен. Қазір жадымнан шығып отыр. Кененнің әйел Насиха деген апамыз болды, жарықтық. 100-ге таяп қайтыс болды өзі. Кенекең өзі өте ардақтайтын кісі еді. Өзі әжептеуір сөзшең сондай адам болатын. Насиханың ақсағай аяғының жақсағай деп бір айтатын бір өлеңі бар еді жазған Кененнің. Сол Насиханың төркінінде ұл болмай, мына Бақытжан соларға теліп берген екен. Сол мен қазірде ұмытып отырмын, есіме түсіре алмай. Сол Бақытжанның фамилиясы басқа болып шықты. Соны ертеңіне төрткен тізімді көрген ғой, соны маған келіп, ойбай масқара болдық Мырзатай. Бақытжан екі алып қалыпты дейді. Ойбай, мен айттым, бір адам фамилиясын айтпапты, сұрамаппыз, шарқ ұрып іздедік. Мен бір Ырым Кененбаев деген таптым, басқа ұқсас ештеңе жоқ деп. Ойбай, ол емес, фамилиясы мынандай деп. Масқара, бала қайда? Бала қасымда отырғызып қойдым. Ойбай, онда. Мен қазір шығайын деп шығып, сосын
Мен жайын білдік. Сосын баланы бір Ни Валентин Қақсунович деген бір доцент сол жылдары жауапты хатшы болып жүрді емтиханға түсетіндерге. Пысық адам еді, бойы кішкентай домаланған, зырылдап, қолда аяққа тұрмайтын біреу болатын. Соны айтуға ары бері золдап жүрген ұстап алдым, Валентин Қақсунович. Мы провинились. Уәде бердік, академик пришел, Мухаммеджан Қаратаев. Да еще он привел с собой великого нашего композитора, певца нашего, ученика Джамбула Кенена Азарбаева. Его сын поступает, получил 2. А ол шифровать етеді ғой. Шифр қояды. Сосын кішкене ойланды. Ну давай деді. А где мальчик? Ну здесь он. Давайте перепишите. Қайтадан барып, 4 күнге айтып тауып ал, балам, сөйтіп отырғызып, шығарманы қайта жаздырып, шифрын қойдырып, 2-ні жойып, әлі жерден де өшіртіп, тақтадан да. 5 қойдық. Сөйтіп бұл Бақытжан сондай оқуға түскен. Содан бастап, Кенекең сол жылы біз жаңа емтихан алғандар бәрімізді үйіне шақырдық ауылына. Құдай сақтасын. Басқа келін шақырып отқаннан кейін бәріміз келдік түгел. Сөрді ауыл сұмдық талант екен. Ауылның жігіттері, қыздары бәрі шетінен ақын, шетінен өлеңші, әнші, 4 салды әнге шіркін. 4 кейін айтатын еді, әттең Құдай осыдан бір нәрсені, құйтақандай бір нәрсені аяған ғой. Әйтпесе 4 қыз дегенің болмаса, аумаған менің аузымдан түскендей деп отыратын жарықтық. Сол жолы не екен білмеймін, әйтеуір әрқайсымыздың атамызды жөн жақсығымыз тұрап Кенекең сөйтіп отырды. Мені Майкөттің ұрпағы дейді. Ал Майкөттің ұрпағы маған тиісіп, маған айтсам деп мен енді бала кезімізде болған, анамыз қосылып біз жетектеп отыратын бір аздап айтысқа түскеніміз бар. Сосын ойбаймын, мен ондайым жоқ Кенеке. Сонда да болмай ана кісі бізді көтерейін деді ме. Сосын сіз енді бәрін отып қалдым. Сіз беді Ақнат Әкелен деген әндесе қосқылақ елең деген. Ойымда шықтасам барма менің ауылып қыдырып ауылыңа келем деген деп. Сөйтіп, әй, ар жағында бар ғой бір деген деп алақ жарықты мені құшақтап, жарайды онда деп. Мен айттым атайын, білгеніміз осы қойын деп, сөйтіп жарайды деп мені құшақтап. Сол жолы таң атқанша отырдық. Ертеңіне ұйықтамастан, ол кезде не жоқ қой, мәшінеміз жоқ. Жол жөнекей жүретін автобус тосып өтірсін, елге қайттық. Содан бастап менің 11 жыл бойы, ол 80-ге толған жыл еді, 90 жылдығын өткізіп, одан кейін 1 жыл Кененді о дүниеге аттандырғанға дейін 11 жыл мен Кененмен қатынасым дүзгенім жоқ. Кененмен қатынасым дүзгенім жоқ. Араласып тұрдық, барып келіп тұрдым о кезде. Шынын айтқанда, күніне өтсе бір автобус жүреді, оны жүрмейді. Кез келген машина қол көтермейді, алсалды алмасайды. Сол алғаннан мініп, мінгесіп келіп жүрдім мен. Туған әкемдей көрдім мен. Мен әкем 1884 жыл туған еді. Екеуі түйдей жасты. Сөйтіп Кенекеңнің аузынан байтақ әңгіме естідім. Жаздым біраз үлгергенімше. Қашап кіседі. Әңгімешіледі. Өзінің
дастандарын кейде аңыз қылып айтып, домбырамен сүйемелдеп отыратын еді. Бұл ондайды мен кейін кезде естігенім жоқ. Біздің өзі күйшілерімізге де күй тартшы десе болды, қолына сабалап домбыраны алып күй тарта береді. Әр күйдің өзінің несі болады ғой. Аңызы болады, тарихы болады. Күйдің сол аңыздың тарихын айтып алып тартса түсінікті болады. Жұрттың көбі оны жасамайды, алады, сабалап домбыраны тарта береді. Содан кейін жұрт айтатындай күйді 1000 адам тартады, тыңдайды. Күйді 1000 адам тыңдайды, 1 адам түсінеді деген сөз содан қалған. Кенекең мен дана Оғыстан қалған ұлы әннің бірі тағдырына байланысты Базарназар жайындағы өлмелі 2 баласы шешектен қайтыс болады 1921 жылы. Көз айтады, тентек қойдай Базарназардан айырылып, тентек қойдай теңселіп жүрген кезім, Базарназар дейтін әнім шыққан, елдің аузында. Сонан өзімді қоярға жер таппай, отыратын жер таппай, сендей соғысып жүрдім бір күні. Сосын ағаштың базарына барып қайтайын дедім дейді. Келдім, базарды аралап, сөйтсем, базардың төр жағында Өмірзақ Қарғабаев дейді, Жамбылдан үлкен, 1841 жыл туған, сол елді Шапыраштыда үлкен ақын болған. Өмірзақ Қарғабаев дейді. Сол кісі, о кезде не жоқ қой, бүгінгідей теледидар жоқ, бүгінгідей радиода жөнді жоқ, газет, журнал басымен жоқ бола бермейді. Сол кезде жұрт малын жоғалтса, жылқысын жоғалтса, келіп жаңа ақынға айтады екен, ақын жоқтап береді екен. Сол келсем дейді, біреудің жылқысын жоқтап сұрау салып тұр екен дейді. Маңдайының ағы бар, тағы айтарым тағы бар, соны тапқан кісінің маңдайының бағы бар деп сөйтіп айтып тұр екен дейді. Сосын Өмекеңе келіп сәлем бердім. Сөйтіп базарды аралап, алатымды алып, сосын қайтайын деп атым тартпасын тартып тұрғам дейді. Біреу қамшымен бүйірімен төтет дейді. Бұрылып қарасам Жамбыл тәтем дейді. Әй, келембісің? Өзіңнің мойның қылқиып, атыңның бұты тыртиып, не болып кеткенсің өзің? Құдай өзі берді, өзі алды. Есіңді жи. Құда қаласа аман болса, келін құрсақты болады. Ұлды боласың тағы. Асығын қайта шашылады. Мен сонда келіп саған құтты болсын айтам депті. Сосын құшақтасып, алғысымды айтып, сонымен елге қайттым дейді. Кейін, оның кейінен Базарназардан кейін 4 туады ғой. 4 туғанда кемеген, көгін айтпаған. Көркемжан деген баласы туғанда, мына Бақытжаннан үлкені. Көркемжан туған кезде келіп, үйіне кеп құтты болсын айтып, сонда біраз жырлаған. Соның ішінде мен қазір жадымда Құдайдан қолыңды алдың деген сөзі бар. Қатты сөз ғой. Соны Жамбыл сияқты адам айта алады айтса. Кенекең айтатын, сол кейін басым тауға да тасқа да соғып жүрдім. Сосын қырғыз ағайындар шақырып, Ыстықата дейтін курортқа шақырды дейді. Сонда сол Ыстықата курортта демалып атқанымда қырғыз бауырларым келді. Қымыз өңгеріп, сосын
сосын жаңағы қоз сойып деген сияқты келіп, сол жол бір жолата мен қайғымды тарқатты дейді ғой жарықтық. Ол қырғыз ақындарының келеңге көңіл дейтін өлең бар, өте белгілі. Өте сай сүйегін сырқырататын өлең, ән керемет. Ол менің кітаптарымда бар. Жалпы мен өзі Кененді қосып есептегенде Жамбыл туралы бірнеше кітап жаздым. 100 жыл жырлаған жүрек, асыл сөздің атасы, Кенен туралы 90 толғау дейтін кітабының тең жартысы Жамбыл туралы. Аян қалым жоқ, жарықтық. Сол кезден біз қазақпыз ғой. Bir кезде Жамбыл туралы әртүрлі сөз айтыла бастады қазақта. Ақын емес. Оны ақын қылған Әбділда, оны ақын қылған Тайыр, оны ақын қылған Қалмақан, оны ақын қылған Қасым деген сияқты хатшылар ғой, әдебиет хатшылары. Сондай әртүрлі сөздер айтылып жүрді. Ол бір жағынан Жамбылды білмеген, түсінбеген адамдардың сөзі еді. Сол менің намысыма тиіп жүрді. Соның кейін мен анау көне әдебиет туралы диссертациямды қорғағаннан кейін мен намысқа тырысып Жамбылды зерттеуге кірістім. Жамбыл. Сөйтсем сұмдық қазына екен, терең. Өлең кірген түсінде, жөргегінде мен болам дейді. Не деген сұмдық? Жөргекте жатқан нәресте, сон түсіне өлең кірген. Бұл жай адамның аузынан шығатын сөз емес. Қаздай қалқып ерінбей, өлең тердім жасымнан. Мәйкөт ақын Құлманбет орын берді қасынан. Майлы қожа құлыншақ пірім еді басырған. Айтқандары нұсқы еді, жаралған сөзі асылдан дейді сөз бар. Біз енді әлдағандай көреміз ғой. Пушкиннің «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народный тропа» дейді. Ал Жамбыл осыдан асырып айтып тұрған жоқ па? Қаздай қалқып ерінбей дейді, жарықтық, өлеңтерді жасымнан дейді. Мәйкөт ақын Құлманбет орын берді қасынан. Майлы қожа құлыншақ пірімеді басырған. Майлы қожа мен құлыншақты пір санап отыр. Мен таңғаламын осы. Бірнеше рет мақала жаздым. Майлы қожа мына оңтүстікте қазір Түркістан облысында Қожатоғай жерден деген сөзді туған адам ғой. Майлы қожа өзі әлі жете зерттеліп болған жоқ. Өкініші. Құлыншақтың да жөнді ештеңе табылмайды. Құлыншақ өте аз сақталған. Майлы қожа Жамбылдың бір сөзі бар ғой, барып мен сол оңтүстікке барып айлап жатып Майлы қожадан дастандарды үйреніп қайттым деп, эпостарды. 1001 түнді үйренген. Сол Кенен Жамбылдың шәкірті ғой, енді 40 жыл қасына ілескен, үзеңгілес серігі. Сол Кенекең айтатын Жамбыл кішкене қисықтау болған, мінезі қырсық. Бірақ анығын ашығын айтатын адам болған. Кейбір өлеңдері сай сүйегін сырқыратады. Ұзын ағаш қаратас, қайрақ бойдай қайран жас, бекеттен нан қоймайды жалаң аяқ жалаң бас.
Неткен заман қатыбас, кәйтіп жаның ашымас дейді. Не деген сұмдық ойлау. Сонда жаңа Қайрақбай дейтін бала дедектеп жүріп, әр жерден нан іздейді ғой. Соны айтып отыр ғой. Осының өлеңінде өзінің тұрмыс жайында, өмір жайында ғажап айтқан Жамбыл атамыз. Кенекең айтады, 1924 жылы Ұзынағашта бір өстепкі болды дейді, выставка ғой бізде. Сол өстепкеге үкіметтің басшылары келді дейді. Оразжан Досып, Жүбәніш Бәрібаев, сол жолы жап-жас ақын Ілияс Жансүгіров сол қасында болды солардың дейді. Сол бүкіл Жетісудағы ақындар жинап сөйледі Ұзынағашқа. Сөйтіп сол жерде жаңағы Оразжан Досып сөз сөйлепті. Ал патша тақтан құлады, кедей байға теңелді, жақсы заман туды, осын жырлаңдар деп ақындарға ұран тастаған екен. Сонда Кенекең айтады, ақын кім жырламайды дейсің? Сол жерде отырып шетінен бәріміз мақтай бастадық дейді. Совет өкіметін. Бәріміз анық қанығына жеткеніміз жоқ дейді, бұның кім екенде не екенін білмейміз дейді. Соның бір кезде киіз үйде отырған ғой, қара суық дейді, қараша айының қара суық кезі, жаңбыр жауып, өте бір жел тұрып, суық жел тұрып, сондай ыңғайсыз болып тұрады дейді. Сол жерде бір кезде есіктің алды улы шу болып қалды дейді. Әнімін дегенше киіз үйдің төріне шығып, жабықты ашып жіберіп домбырасын бұлғапты. Тәтемнің домбырасы дейді, Жамбылдың. Зәреміз күшті дейді. Біз бәріміз отырмыз, Жамбыл жоқ ішімізде дейді. Бәріміз пір тұтатын ақын. Сонан ыңғайсызданып қалды дейді ақындар. Сонан Оразжан Досып орнынан атып тұрыпты. Барып, жіберіңдер анақысын, жіберіңдер. Үйге кіргізбегенді сезіп тұр ғой. Сонда Жамбыл сақалы су өз дірілдеп домбырасын жаңа автомат құсап ұстап тұрыпты. Оразжан Досыпқа қарап, бұл не жыл ойдақ бұл деп қатты айтып тастапты. Тәте, патша тақтан құлады, кедей байға теңелді, мына Совет одағы жақсы заман орнатып атыр, ақындар соны жырлап атыр депті. Сөйтіп, сонан арақсы өз қырсықтау болған ғой өмірде. Келіңіз, төрге шығыңыз, осы жақсылық жырлаңыз депті. Сонда отырмай, әбден ренжіген ғой, жібермеген ғой. Оны шақырмаған. Шақырмаған себебі, ана қисық айтып қояды, бұзады деп қорыққан. Сөйтсе, жарықты Жамбыл атамыз. Жаңа Совет одағын мақта деген ғой, Николай жаманды деп. Николайдың тұсында мінгеніміз жорға болды, кигеніміз торқа болды, әркегің аузын пәлен етейін, Совет деген шығып сорға болды депті. Жандосыптың үрей ішті дейді, тәте. Сөйерде төрге шығып отырып, Жамбыл мен Шыңырауда тудым. 70 жыл сол Шыңыраудың түбінде өстім. Менің жырлайтын күнім еді бұл. Менің жырлайтын заманым еді деп реніш айтыпты. Сөйтсе жаңа Жұбаныш Бәрібаев деген үкіметтің мүшесі ғой да. Одан тәте, енді
бір ағаттық кетті енді, қапы өтіңіз, кешіріңіз депті. Сөйтсе ананы қарап тұрып, ұлташ шаққан, сиыр баққан, сен әкеңнің аузын пәлен етейін депті. Сөйтсе Жұбаныш Бәрібаевтың әкесі Қордайда орыстарға жалданып избіс қазады екен. Сол ұлташ шаққан, сиыр баққаны деп атқан сол екен әкесіне. Сөйтіп сол жерде Өстекпеде дейтін ұзақ толғауын жырлаған. Сай сүйегін сырқырататын. Кенен айтатын, бұның енді ұзақ жырлады, тәтем, бірақ ол жерден жөндішкім бізде не алмай қалдық мы, мән бермей, сонымен толық жазылмады, айтқан сөз деп отыратын. Кейін қай уақытта да Кенен Жамбылдың жанында болған. Бір ел тастамайды екен. Сол соғыста қазақтың көрмеген құқай жоқ қой, көп қиындық көрді. Соның салдарын Жамбылда көрді. Алғадай деген баласы қайтыс болып, ерлікпенен. Сосын үкіметтің басшысы Қазақстанның қасына біраз Сәбит Мұқанов, Мұхтар Әуезов, Әбділда Тәжібаев осы сияқты ақын жазушыларды ертіп келіп, көңіл айтайын деген екен. Сөйтсе ана кісі сезіп қалған ғой, не жайда келіп отқан сезет. Сөйтіп теріс қарап жатып алды, бері қарамай. Сол сөзді бір шешімге келді, бәрі бұл кісен біз тыңдамай отыр, Кененге ат шаптырайық деп, Сәбит Мұқановтың машинасын Кененге жіберіпті. Кенен алып келіпті бар. Сонда кіре сала дейді мен, Кенекең айтады. Не күшті, қай заманда Құдай күшті, жел соғып, жапырағың жерге түсті, тәте, дегенде барып, Кененбісің деп, бері қараған екен жарықтық. Сонда сол жерде отырып, біраз әңгіме айттым мен, Кененнің үнінен басқаны ұқпаймын депті. Жарықтық. Сол жолы әлгі домбырасын қолын алып, өзі шерлі ғой, Алғадай сүйек толы қайтыс болған. Сонда Алғадайды іздеп, шарлап, зарлап айтқан өлеңдер. Алатауды айналсам, Алғадайды табам ба, Сарыарқаны сандалсам, саңдағымды табам ба, өлім деген о екен мендей кәріп адамға, өстіп, күңіреніп жырлаған жарықтық. Кейін қалай деген менен әйтеуір, жұрт іштей жақсы көрсін, көрмесін, Совет заманына қарай бет бұра бастайды, оны саясатта солай болды. Жамбылда кінәлайтындар көп болды, сол бір кездерде. Ойбай, Жамбылда ақын еткен пәлен, түлен деп. Ал оның жырлағаны, партия оның жырлағаны Сталин, Ленин деп. Ленин жырламаған ақын жоқ. Жазба ақындардың бәрі жырлады. Жырламасы о кезде олардың кітабы да шықпайды, өлеңі де шықпайды, заман сондай болды. Сосын мынау идеология деген кейде біз мән бере бермейміз осы күні. Идеология дейтін үлкен күшті қару ол. Совет одағы өзін қолдайтын, насихаттайтын адамға зәру болды. Сондай зәру болып отқан адам Жамбыл еді, Жамбылды тапты. Жамбыл тапты да Жамбылға төкті бәрін, аяған жоқ. Астына мәшине берді, үй салып берді, қарқарадай қылып. Ондай Жамбыл көрген жоқ қой бұрын. Соның кейін қалтасына ақшаны толтырды. Оның кейін Жамбыл шынында ойлады, мен бақыт заманға жолықтым деп.
Енді көрген бақытым осы болды деп. Сосын төгіп тұрып жырлады. Әбділда Тәжібаев ағам айтатын еді жарықтық. 1936 жылы мамыр айында Мәскеуде қазақ мәдениетінің 10 күндік өтетін болды. Соған баратын адамдардың бәрін анықтап, сол енді ақынның кімді апарамыз деген мәселе болды дейді. Біреу ананы айтты, біреу мұнан айтты. Сонымен әңгіменің біраз Жамбылға тоқтады дейді. Бұдан үлкен ақын жоқ қазақта қазір. Ол ақынымыз Жамбылды апарайық депті. Кейбіреулер айтты, қорқып, білдіреді ошал. Барғасын, Мәскеудің анау деген қарамауы мүмкін бұл. Қисық өзі деп. Сонымен ақыр сонда шешімге келіп, Әбділда Тәжібаевты жіберіпті. Сен барып алып кел, ертең құда қаласа үкіметке алып келесің, сөйлесеміз Жамбылменен деп. Соны Әбділда Тәжібаев айтады, мен сондай тапсырманы алдым да солай қарай бардым дейді Жамбылдың ауылына. Келдім, машинамен келдім, келсем Жамбыл үйінде жоқ дейді. Сол көршісі айтты дейді, мынау жерде ана үйде өзімен құрдас бір кәрия тұрады, екеуінің әңгімесі жараса тәуіп. Сол тәуіптің үйіне қарай кетіп баратқан бағана Жамбыл деп. Келсем дейді, есіктің алдында шында көкесегі байлаулы тұр екен дейді. Кірсем, екеуі осы дейді, пештің түбінде шай ішіп отыр екен, әңгімелесіп дейді. Ассаламалейкум деп кіріп бардым дейді. Әлейкумассалам. Жұлып алғандай амандасты дейді. Сосын, қай баласың депті Жамбыл. Кім? Жамбыл. Әбділда Тәжібаев. Мен Әбділда Тәжібаев деген ақынмын дедім дейді. Қолыңда домбыраң жоқ, сен не қылған ақынсың депті. Сол түсіндірдім дейді, біз жазба ақынбыз ғой біз. Домбырасы қолымызда қалам қағаз болса болды деп. Деп оқысы біраз ойланып қалыпты. Сол жолы біраз көнбеді дейді. Барыңдар өздерің барып қайтыңдар, жолдарың болсын деп. Сосын мен айттым дейді енді. Үкіметтің басшылары жіберіп отыр, тәте. Оның үстіне Сталин өзі қадағалап отыр. Сталин жақсы біледі дейді. Осының бәрін жасап отқан Сталин деп үйреткен ғой, осының құлағына құйған. Сталин қадағалап отыр. Жамбыл бар ма ішінде делегацияның деп отыр депті. Ендеше барайын деп сөйтіп, киіндіріп, машинаға мінгізіп, машинаның алдына отырғызып, сөйтіп алып келдім дейді Алматыға. Жолда келе жатқанда дейді. Ол кезде Жамбылға машина бермеген кез екен әлі. Сол кезде шофердің қасына алдынан ұстап отыр дейді, тұтқасынан. Сосын бір кезде маған арт жағыма қарап қояды дейді, артынан маған қарап қояды дейді, артынан қарап. Нені мықтап ұстап алған дейді, тұтқасынан. Дөңгеленіп, машинаға мініп көрмеген ғой бұрын. Зулап келе жатыр машина. Бір кезде артына қарап, бала, әлі қалмағансың ба деп айтады дейді. Сонда анағысының ойы артында отқан адам қалып қалу керек. Соны үйге келді де, үйге келсін кейін Әбділданың шешесі Айманкүл Тәжібаева деген белгілі ақын болған. Жарықтық. Айманкүл апамыз монша жақтырып, Жамбылға сөйерде киім кешегін тазалап тіктіріп, күтімі жоқ қойын, түшкімі жоқ. Көйлек дамбалын тіктіріп, сөйтіп қолдан келген қызметтің бәрін жасапты.
Жамбыл Әбділдамен сөйлеспей қойыпты жөнді. Сосын анағысы айтыпты, Жамбыл, сенің Мұхтарға телефон соқ, Сәбитке телефон соқ, Ғабитқа телефон соқ, мына қыз сені баласында отыр. Сенімен сөйлеспей отыр. Солар келгесін әңгімесі қызат болсын. Сөйтіп шақырып, жаңа 70-кенше шақырып, бәрі әңгімелесіп, мәре-сәре болыпты. Түннің бір уағына дейін әңгіме айтыпты. Сосын кейін Әбділдаға айтады, ал енді демалыңыз, жақсылап, ұйықтап демалып тұрыңыз, ертеңіне Құда қаласа үкіметке барамыз депті. Сөйтсе маған айтады дейді, әй бала, үкіметіңе өзің бар, сәлем айта бар. Маған мұна шешеңді өш қатындыққа, жақсы адам екен өз депті. Өзі ақын екен ғой өз деп. Сонымен апардым дейді, сонда сөйірде отырып, түнде отырып, қолма-қол суырып салады ғой. Толғау шығарыпты, толғау. Өзің отаны туралы толғау. Енді бір әңгімесінде Әбділда айтады, сол жолы қазақтың әдеті емес пе біреудің бір жақсылығы болса, сол артынан сол шұбыртып, арызды айдайды. Сол тізім барған кезде сөйірде жетеді ғой арыз қой қазақтың ішінде. Біреулер домалатып арызды айдап жіберді. Жамбыл деген ақын жоқ ол. Ойдан шығарылған деп. Сонымен аналар аңтаң болып, жазушылар одағына орталық партия комитеті тапсырмай беріпті. Мынау делегацияны басқарып келе жатқан адам Жамбыл деп еді. Ондай адам жоқ деп жатыр ғой мына арызда депті. Сөйтіп, бұны енді Әбділда Тәжібаев аға айтады маған. Сөйтіп, орталық партия комитеті жазушылар одағына, СССР жазушылар одағына тапсырма береді. Олар жазушылар одағы Соболев дейтін белгілі жазушы болған. Әуезовтің Абай жолы романын аударған екеуі авторизованный перевод. Соболевқа тапсырма береді Леонид Сергеевич. Сіз қазақпен жақынсыз ғой, қазақтарды жақсы білесіз. Сіз барып келіңіз, мені анықтаңыз, бар ма мына Жамбыл дейтін адам жоқ па бұл? Ойдан шығарылған ба деп. Ол келетін болып тапсырма алғаннан кейін звондапты Әуезовке. Мұхтар Омарханович, мен бір тапсырмамен шұғыл барып қайтуым керек. Мен келе жатырмын. Жамбыл дейтін адам бар ма? Бар Жамбыл дейтін қазақтың ұлы ақыны. Осы Алматымен іргелес жақын жерде тұрады деп. Онда сен мені қарсы алсаң бірге барып қайтсақ. Мен барам да қайтам. Кідірмеймін депті. Соның мұқаң маған звондады дейді Әбділда айтады. Ай Әбділда, сенің қолың тие ме? Қандай шаруа екенін білмеймін, осы өте тығызбын дейді. Барам да қайтам дейді. Леонид Сергеевич Соболев келе жатыр. Екеуміз барып бірге қарсы алайық сөйтіп. Жамбылдың ауылына бірге барып қайтайық депті. Қолым бос, барам мұқа деп айттым дейді. Сонымен екеуміз Соболевті аэропортта бірге қарсы алдық та тіке тарттық дейді Жамбылдың ауылына. Келдік. Жамбыл үйінде хабар беріп қойған. Отырып, әр нәрсені сұрапты жаңа Соболев. Содан Құдай сақтасын. Неше түрлі әңгімелерді айтыпты, жырларды айтыпты, неше түрлі. Анақсы таң қалыпты. Не деген адам мынау? Егер бұндай адам, мұндай импровизатор өмірде болады десе, көзіммен көрмесем сенбес едім бұғанмен, деп. Сөйтіп барам да қайтам деген Соболев 3 күн жатыпты үйінде. Жамбыл темекі туралы бір әңгіме айтыпты, жалқау туралы әңгіме айтыпты. Сонда
Сол біліп айтыпты, егер Толстой тірі болса, темекі туралы, бір жаңағы жалқау туралы әңгіме жаз десе, Жамбылдан артық жаза алмас еді депті. Сөйтіп аттанарда әбден риза болып, қайтарда. Мен 3 күн жаттым, 3 күннің ішінде Жамбыл университетінен өттім. Жамбылдың тайниктерін аштым деген екен. Не деген құдірет. Білім жоқ ешқандай. Сөйтіп ақыры Жамбыл декадаға келеді ғой. 36 жылы. Жамбылдың толғауы Правда газетінің бірінші бетіне басылыпты. Суреті жарияланған. Сөйді Жамбыл деп вокзал, Қазан вокзалы толған адам дейді. Қайдан біледі мыналар мен депті. Сол газетте Қасым Тоғызақов дейтін әдебиетші хатшысы болған. Сол мына газетті бере қойыпты мінеке. Тәте, мынау бірінші бетінде Жамбылдың суреті. Толғауы. Сонда ана өзіне риза болып, өзінің суретін шықойды дейді. Жамбыл, өлме өлсе қайтып келмесін деп. Сөйтіп сол жолы қол аяғын жерге тигізбей, қолпаштап керемет қарсы алады Жамбылды. Сол жолы Кремльге апарады. Кремльде күнсіздерге күн болған, жер жүзінен нұр болған. Ақылдың келін данышпан төгетті өлеңді, төгетті. Сосын жаңа Қасым Тоғызақов қасында болғанға алып барған. Сосын айтыпты, тәте, Ленинді жырлайсыз, Сталинді жырлайсыз. Сосын Калин дейтін ақсақал сізге орден тағады сол. Калинді қосыңыз депті. Жамбыл Ленин туралы, Мавзолей туралы төгіп, жер жүзінің кіндігі деп төгіп, Сталинді де мақтап, қол аяғын жерге тигізбей жырды төгіп, соны Калиннің атын ұмытып қапты. Сөйтіп әлі Қасым Тоғызақовтан домбыраны шертіп тұрып айтады дейді. Мына қызың дұрайын, теке сақалың аты үкімет деп. Калиннің қойдысы, Калинніңге де рахмет депті ғой жарықтық. Сол жолы 5 уақыт оқып алған ба, намаз уақыт оқып алған жоқ па бала депті жаңа Қасым Тоғызақовтан. Иә. Жайнамаз қайда? Жайнамаз қолымда менің деп. Сол жерде Кремльдің төрінде жайнамаз төсеп тұрып, күңірентіп намаз оқыған ғой. Бұл енді Кремльдің тарихында бұрында, оның кейінде болмаған оқиға. Жамбылдың осыдан ұлылығын біле беру керек. Жамбыл құдіретті адам болған, құдіретті ақын болған. Біз енді қазақпыз ғой, енді айтсақ өзімізге де сөз келеді. Әден соны Жамбыл ақын емес деп жамандап жүргенде қазақ. 43 жылы Алматыда ақындар айтысы болып, сол ақындар айтысында Жамбылда әбден қартайған кезі ғой енді. Сонда 97-те кезі. Сөйерде қазақ ақындарын арнап айтқан ғой ақындарына. Керемет ғой. Бәрін өзінің бауырындай санап, жан-жақтан келген ақындардың бәрін атын атап, өз ағалық жолын көрсетіп, сөйткен адам. Сөйткен адам сансаққа жүгіртіп, Жамбыл ақын емес ол. Ленинді ғана жырлады, ол коммунистік партияны ғана жырлады, Сталинді ғана жырлады деп кінәлап. Ал о заманда Ленин жырламай, Сталин жырламай көр, партияны жырламай көр. Кез келген жазбақының қайсысын алсаң да, ол кезде жырламаған ақын жоқ. Жамбылды кінәлайды ештеңе жоқ. Қалай жырлады? Қандай деңгейде жырлады? Бұл әңгіме басқа. Осы тұрғыдан келу керек. Осымен бүгінгі әңгімені аяқтайын.